Шәкәрім Құдайбердіұлы Мақсұт. Бір Алла бергеніне сан шүкір, қалған жоқ зал болып қылған пікір. Бітірдім тірі қазақ шежіресін, болса да кемшілікті қисып пікір. Елімің не ерініп те жатасын, ғылымға бір кірсең дәнін татасын. Қалжың емес қамшын жазды мұны, білсін деп кеңгілер түп атасын. Атаны атағанмен білім артпас, сөйтсе де білген адам құр жатпас. Қыбырлаған қиыннан шығар деген, қозғалмасаң қолынан кісі тартпас. Жазғанда мақсатым көп менің тағы, қазақтан қараңғы еді артқы жағы. Мұны оқып ата жөнін білген қазақ, артынан дұға қылсын дедім дағы. Құр шежіре демеңіз мұның өзін, ойлаңыз ғибрат алып әрбір сөзін. Берекелі күн қандай, бұл күн қандай, соған салып қараңыз ақыл көзін. Бұрынғы кісілердей тату жандар, билеген талай елді есті хандар, көре алмай бірі-бірін күндеймін деп, не болды соның артын байқасаңдар. Құлақ сал, алаңдамай аңыз сөзге, кім кейін, кім ілгері көрер көзге. Алдыңды оқып артына көз жіберсең, ел бармай есерепсіз бізден өзге.